Енді мына Қытай тарихына қысқаша шолу жасап өтейік армысыздар ағайын. Енді Қытай тарихы, Қытай деген Қытай мемлекеті бізге жатқан ең көрші мемлекет. Енді Қытай қорғаны, тура Қытай қорғаны Қытайдың орталық аймағынан төмен қарай жатыр. Ал оңтүстік жағында отырықшы қытайлар болған, солтүстік жағында көшпенді біздің аталарымыз, түрік халықтары, оның ішінде алдыңғы сағында қазақ тайпалары болған. Енді Қытайдың тарихына қарап отырсаңыз, ең бірінші Қытайды мемлекет құрған жүн тайпасы дейді. Жүндерді олар тағылар дейді. Бірақ 26 князьдік осы жүнге бағынып тұрған, өйткені ол қарамағында қару-жарақ, атты әскері болған, мықты тайпа болған. Қытайда жаңағы озырықшы 25 князьдікті басын біріктіріп, 26 князьдік осы Қытай мемлекетін, Жүнго мемлекетін құрған. Өйткені Қытайдың атауы Жүнго, оны естен шығармайды. Ол жүндерді алауыздық болды, өйткені жүндердің құрамында, жүн тайпасының құрамында оғыздар болды, татарлар болды, қырғыздар болды, ұйғырлар болды. 8 оғыз деген оғыздар, 8 оғыз деген наймандар, 9 солардың бәрі мемлекеттің атырабына алып келді. Жүндер бірінші мемлекетке отырады. Мына тибеттермен араласып Қытайлар асқан жаңағы Тибет пайда болды. Оның кейін мына Таңғұт деген мемлекет, қазіргі Дүңға халқы пайда болды. Олар да жаңағы Қытайлардың қыздарын үйленген түріктер, Қытайларым кеткен сол дүңғандарды арабтармен нетіп жүрген деген бекер. Ол шындығында Қытай мен түріктердің арасынан пайда болған халық. Тибет, дүңғандар. Енді мына моңғол деп жүргенде, ішкі Моңғолия деп жүргендерінде сол Қытайлармен, манчжурлармен аздап араласқан. Бірақ негізгі бұлар енді түрікке жақын халықтар, бірақ бұларды Ресей империясы мен Қытай империясы түріктер әсер үшін моңғол деген елді ойлап тауып Шыңғысханды моңғол деп жүр. Ал Шыңғысханымыз моңғолға ешбір қатысы жоқ адам. Енді сол жүннен кейін Қытай жерінде билікке далада, ұлы далада дейтініміз жаңағы анау Қытай қорғанынан жоғары жатқан Сары теңіздің бері созылған ұлан асыр аймақта билікке енді хундар келді. Хун деп отырғанымыз Арғын деген ел, Арғын деген екі тайпаның атауы. Жанның ұлы Арменқұл, тартқызар Зармун, төберге түртпейді, одан болмас тұлмен құн деп айтып жүргені хундар осы біздің Арғынның хун тайпасы. Олар кейін Армен қосылып Арғын аталып, ал енді Хунгари дейтін мемлекет бар, ол енді басқа тақырып. Арагон дейтін мемлекет бар Испанияда. Осылардың бәрі Армен хунның атынан хундар билікке келді 2000 жыл өткен. Олар да Қытайлармен, Қытайдың тарихының негізгі жағы осы хундар болады. Хундар ыдырағаннан кейін хундарды жаңағы бұл енді ойлап отырған біздің ойымызша ойламаңыздар. Хундар нағыз хундардан ғана бүкіл түрік тайпалар. Оның ішінде негізі қазақтар осы хун тайпасы биліктің басында болды, солардың қарамағында болды. Онан кейін хундардан кейін Сәнби деген келді. Ол Түптігаңды оқыңыздар. Түптігаңда жаңағы Қазбек Бектің кітабында кімнің Санбай деген баласы болатын аудың. Соны Қытайлар Сәнби деп жазған. Кейін сандар Европаға кетіп қалады. Сандар Европада шығады. Саксон, Сан-Ремо, Сан-Марино деген елдер пайда болады да. Сол жаққа кетіп қалады. Қазіргі күнге дейін сандардың ұрпақтары Европада. Бай қалап қалады да Вей деген империя. 500 жылдары Вей деген империя бүкіл Қытайды билейді. Содан Вей империясы. Оның кейін Қытайларды Шина деп жүр. Шын деген Махмұд Қашқар жоғарғы шын түрік дейді, төменгі шын аралас дейді. Шын дегенде қазақтың мына жүн дегеннің өзгерген түрі болу керек. Содан кейін Қытай деп отырғаныңыз найманның балалары. Олар көп жыл, ұзақ жылдар Қытайды биледі. Біз Қытай дейміз, олар өздерін ханзумыз дейді. Зу деген тайпа ел деген сөз, ханның елі, ханның тайпасы дегенді білдіреді. Қытайдың тарихы, Қытайды өмір бойы билеген қазақтар, жаңағы Қытайға сіңіп, Қытайдың қыздарын үйленіп, Қытай болып кеткен. Біздің қазақтар орысқа да сіңіп, орыс болып кетті, Еуропаға да кетті. Соны айланып келгенде біздің қазақтардың өзі негізі бірнеше мемлекеттер құрған. Ол енді тарих өте тереңде тарих. Осы кітапта, мына кітапта соның бәрін жаздық біз.